Жөтеліп жүрсеңіз сәбіз жеңіз. Сәбіздің адам денсаулығына пайдалы, емдік қасиеті бар екені белгілі. Әрбір отбасы күнделікті дастарханына сәбізді пайдаланып отырса, ол адам ағзасына үлкен пайда келтіреді. Сәбізді дүкеннен, болмаса базардан сатып ала беруге болады. Ең жақсысы, сәбіз жыл 12 ай сақталады. Оның құрамында қант, крахмал, пектин заттары, калий тұзы, В тобындағы витаминдер, каротин мол. Витаминдердің жетіспеу салдарынан адамның шаршап шалдығуы көбейіп, тәбеті қашады. Терісі құрғақтанып, тырнақтары сынып, шаштар түсе бастайды. Осындай жағдайлар болмас үшін сәбізді үнемі пайдалану өте қажет. Сәбіз ас қорытуға да үлкен көмек жасайды. Бала емізетін аналардың сүтін молайтуға көмектеседі. Сондай-ақ бүйректе өтте жиналған құмдарды шығаруға, майда тастарды ертуге жәрдем етеді. Ал қыс ауасында көп адамның суықтап, тамағы ауырып жөтелетіні шындық. Мұндай жағдайда да сәбіз жеуді ұмытпаған жөн. Егер тамағыңыз қарлығып, жөтел пайда болып, әліңіз азайса, сәбіздің сөлін сығып, бал қосып немесе қант қосып араластырып жеп көріңіз. Аз күнде аурудан құлан таза жазылып кетесіз. Ең дұрысы, көптеген аурулардың алдын алу үшін сәбізді уақытылы пайдаланып отырайық.